Жалпы қазақ елінің әрбір бұрышы, әрбір жері өте қасиетті. Энергиясы жоғары. Сондай энергиясы жоғары жерлердің бірі қасиетті Маңғыстау облысында орналасқан Бекет ата әулиенің жатқан жері. Бекет ата жайында мен ең бірінші рет 2021 жылы білдім. Оған дейін мен мүлде әулие атамыз жайында ешқандай ақпарат білмеген екенмін. 2021 жылы Ақтауға қыдыруға барам. Сонда бізде джип тур болады. Джип турдың программасында Бекет ата деп жазылып тұрды. Мен сол джип турдың арқасында Бекет атамен алғаш рет таныстым. Бекет атаның басына барған кезде ешқандай адам болмады. Тездетіп маған 25 минуттай уақыт берілді ғой деймін. Тездетіп көріп келуге. Содан барамын, Құран бағыштадым, ішін көріп шықтым, қайттан көтерілдім. Сонымен осындай киелі жерді көрдім. Негізі бізде қазақ жері өте киелі қасиетті деп айтылған. Қазақстанның орналасқан жерінің өзі ерекше энергияға ие. Адамдардың да сол үшін қасиеті өте көп. Оны көтере білетін бар, көтере білмейтін бар. Жалпы қасиет деген ұғым ол өте сан қырлы. Оны кейін айтатын боламын.